Сәлеметсіңдер ме оқушылары, қазақ тіл сабағы 2 сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі 42 сабағымыздың тақырыбы мәтін және оның түрлері деп аталады. Мәтін түрлерін анықтап, қателерді табуды және тізеп жазуды үйренетін боламыз. 19 жаттығуда Тұрсынхан Әбдірахмановтың өлеңі берілген, өлеңді мәнерлеп түсініп оқы. Алуан бояу іріктеп алды, асықпай Марат суретті салды. Үстелге жайып қағазы әппақ, сарымен сұлу жасады бақ-бақ. Қызылдан кірпіш қағазға толды, зәулім үй келіп аулаға қонды. Шатырын әсем бояды көкпен, жасылмен дуал жасады еппен. Өз орнын тапты әртүрлі бояу, бәрінен шебер Мараттың ояу. Енді осы өлеңге қатысты тапсырмаларға назар аударайық. Қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір. Бұл сөздерді бірінің орнына бірін алмастырып қолдануға болады ма дейді. Бізде қарамен жазылған сөздер ол алуан және әртүрлі деген сөздер. Бұл сөздердің мағынасы өзара мәндес болып келеді, яғни синоним сөздер. Бұның мағынасы бірдей емес, неше түрлі, бірнеше түрлі деген мағынаны білдіреді. Келесі сұрақ, сұрақтарға жауап жаз дейді. Бірінші сұрақ, Марат бояумен не істеді? Марат бояумен сурет салды. Екінші сұрақ, ол қандай сурет салды? Ол зәулім үйдің суретін салды. Үшінші сұрақ, неліктен әртүрлі бояу өз орнын тапты? Себебі Мараттың ойы шебер болғаннан әртүрлі бояу өз орнын тапты. Енді келесі тапсырма, осы сұрақтар мен жауаптар бойынша өлеңді мәтін түрлеріне қарай ажырат дейді. Бастапқы бөлігі әңгімелеу мәтініне жатады. Не істеді деген сұрақ қойылады. Іріктеп алды, суретті салды. Негізгі бөлігі сипаттау мәтініне жатады. Қандай деген сұрақ қойылып тұр. Зәулім үй, қандай үй? Зәулім үй, көк шатыр, жасыл дуал. Қандай дуал? Жасыл дуал. Соңғы бөлігі пайымдау мәтініне жатады. Неліктен деген сұрақ қойылып тұр. Себебі Мараттың ойы шебер болғаннан әртүрлі бояу өз орнын тапты. Әрі қарай жалғастырамыз. 20 жаттығуда суреттер берілген. Суреттерге қара. Оқушылар бұл заттарды дұрыс салыстыра алды ма? Олардың қателіктерін тауып, өз жауабыңды ұсын дейді. Бірінші мәтінге назар аударайық. Алма қызыл, ал қарбыз үлкен дейді. Оқушылар бұл жерде алманың түсін айтса, екінші қарбыздың көлемін айтып тұр. Демек, оқушылар дұрыс салыстыра алмады. Алманың түсін айтса, қарбыздың да түсін айту қажет болады. Сондықтан алма қызыл, ал қарбыз жасыл ала деп жазу керек. Келесі екінші сөйлем. Шарлардың түрі мен түстері әртүрлі. Шиелердің түрі мен түсі бірдей. Бұл жерде оқушылар заттарды дұрыс салыстырып тұр, себебі шарлардың түрі мен түстерін айтты және шиенің де түрі мен түсін айтты. Бұл жерде шарлар әртүрлі түсте тұр, біреуі көк болса, біреуі сары, ал үшіншісі қызыл түсте. Бұл жерде бір ғана қате бар, ол шиелердің емес, шиенің түрі мен түсі бірдей деп жазылады. Келесі үшінші сөйлем. Бір қасық үлкен, екіншісі темір дейді. Бұл жерде салыстыруды дұрыс жасамады, себебі қасықтың біреуі ағаш, екіншісі темір болғандықтан, оны бір қасық ағаш, екіншісі темір деп салыстыру қажет. Есімізге сақтап алайық. Сипаттауда заттың бірнеше белгісі, түсі мен түрі, көлемі көрсетіледі. Ал салыстыра сипаттауда заттардың ұқсастығы мен ерекшелігі олардың нақты белгілері бойынша айтылады. Мысалы, алма қызыл, қияр жасыл. Яғни байқағандарындай біз заттардың ұқсастығы мен ерекшеліктері бойынша бір-бірімен салыстырдық. Оның түсін айтатын болсақ, тек қана түсін айтуымыз қажет. Ал көлемін айтатын болсақ, тек қана көлемдері бойынша бір-бірімен салыстыру қажет. Келесі шығармашылық үзіліс. 21 жаттығу. Сипаттау үшін өзіңе ұнайтын суретті таңда дейді. Бізде асқабақ берілген, кітап берілген, қоян берілген және құмырсқа берілген. Осы заттардың ішінде өзімізге ұнайтын бір затты таңдап, соны сипаттауымыз қажет. Ол үшін осы затты сипаттауға тырыс. Ол үшін сипаттау мәтінін бұл деп бастау керек. Әрі қарай ол заттың негізгі белгілерін, яғни түрін, түсін, көлемін, қасиетін сипаттау қажет. Сол зат туралы өз ойыңды айт дейді. Оқушылар, бұл жерде мен 4 затты да сипаттап бердім. Өздеріңе ұнаған бір затты алып жазсаңдар болады. Бірінші асқабақ туралы сипаттауды былай жаздық. Бұл асқабақ. Оның түсі қызғылт сары, көлемі әртүрлі болады.
Құрамында көптеген дәрумендер бар. Денсаулыққа өте пайдалы. Келесі кітап туралы былай сипатталады. Бұл кітап, оның түсі қызыл, ал көлемі орташа. Кітапта пайдалы мәліметтер көп. Оны оқысаң, білімді боласың. Келесі бізде үшінші суретте қоян берілген. Қоянды былай сипаттадық. Бұл қоян, оның түсі ақсыры, бойы орташа, құлағы ұзын. Ол шапшаң қозғалады және жүгіргенді ұнатады. Олар сәбіз жейді. Келесі төртінші суретте құмырсқа бейнеленген. Құмырсқаны былай сипаттадық. Бұл құмырсқа, оның түсі қоңыр, ал көлемі кішкентай. Ол төзімді және еңбекқор жәндік. Олар илеу жасайды, азықтарын жинайды. Мінекей оқушылар осы берілген 4 суреттегі өздеріңе ұнаған суретті алып, сол сурет бойынша сипаттау мәтінін жазуға болады. Яғни өздеріңе ұнаған сурет бойынша жазасыңдар. Ал енді оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.